Жобалар қағаз бетінде қалып қойған, нақты жұмыс жоқ. Құр сөз, бос әңгіме. Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды халықты тұрақты жұмыспен қамту мәселесі қаралған жиында аудан қала әкімдерінің жұмысын осылай бағалады. Облыс басшысы жауаптылардан үйлесімді әрі нақты жұмысты талап етіп, халыққа жағдай жасай алмаған әкімдерге ескерту жасады. Биыл облыста 109.700 жұмыс орнын ашу жоспарланған. Бұл республика бойынша ең жоғарғы көрсеткіш. Халықты жұмыспен қамту басты міндет екені белгілі. Дегенмен оны орындай алмай отырған аудан қала әкімдері бар. Облыс әкімі Дархан Сатыбалды халықты тұрақты жұмыспен қамтып, тұрғындарды кедейлік шегінен шығару басты міндет екенін атап өтіп, жауапты жұмысын жасай алмаған жергілікті басшыларда сынға алды. Жай цифр, статистика, мәлімет, нақты жұмыс, құр бос сөз әңгіменің айтып отқан жұмыс орындарын ашып, сол өзімен өзі жүріп жатқан дүние. Ал анау комплексный планда бекітілген, частный инвестициямен осынша ашылады, мынандай мекеме ашылады, біреу істелмеген, ауадан алып келіп қойып қойғастыр. Аудан әкімдеріне протоколда жазбаса да замечание. Нақты жұмыстар ашыңыздар, текстиль болсын, басқа болсын. Сіздерде көп жобалар бар, соларды іске асырсаңыздар. Бірақ бүгінгі күнге дейін қанша ары-бері жүгіріп жүрсіздер, бір нақты не жоқ, тек әңгіменің төңірегінде қалып отыр. Облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы басшысының сөзінше, былтыр өңірде 120 мыңнан астам адам тұрақты және уақытша жұмыспен қамтылған. Мемлекет басшысының 10 мың тұрғынға 100 жұмыс орнын құру тапсырмасы бойынша жеке бастамалар шеңберінде 22.595 тұрақты жұмыс орындары құрылған. Қазір сол азаматтардың жұмысқа орналасқандығын дәлелдейтін ақпараттық жүйе құрылып, арнайы мониторинг жасалып жатыр екен. 2023 жылы жұмыспен қамту саласы бойынша қабылданған құжаттар негізінде 4 стратегиялық бағыттар белгіленді. Осы бойынша, осы құжаттамалар негізінде біз ары қарай жұмысымыздың көзі стратегиялық бағыттар бойынша қалыптастырамыз. Бірінші, ол президент жарлығы негізінде өңірдің жұмыспен қамту картасын бекіту. Екінші, үкіметтің қаулысы негізінде еңбек бағытының іске асырылуы. Үшінші, Түркістан облысының даму бағдарламасы аясында кәсіпкерлікті дамыту арқылы өз ісін ашу. Және де мемлекет басшысының 2050 жылдарға дейінгі даму стратегиясы бойынша цифрландыруды тереңдету. Биылдан бастап облыста 35 жасқа дейінгі 594 азаматқа 2,5%-бен 5 миллион теңгеге дейін жеңілдетілген шағын несие беру жоспарланып, 2,9 миллиард теңге қаржы қаралған. Сондай-ақ кәсібін ашқысы келетін азаматтардың бизнес жобаларының ішінен 20 үздік жоба іріктеліп алыныпты. Оның ішінде басымдық ұлттық қолөнерді дамытуға берілмек. Бексұлтан Бекбатша, Мұхаммед Әлішері, Түркістан 24.